Барлық пайғамбарлар адамзатқа дінді жеткізудегі негізгі мақсаты адам баласын, Алла Тағаланың барша пенделерін, сол уақыттағы әр пайғамбар өзінің қоғамын, елін, жұртын Алланың дініне шақыру болды. Оларды, яғни тәрбиелеу болды. Ал сол тәрбиелеу ең басты адамның ішкі дүниесінің, оның иманының, жүрегінің тазалығы, одан кейін оның тәнінің, ортасының, жүрісінің, айналасының барлығының таза болуына барлық пайғамбарлар өз үмбетін осы бағытта тәрбиеледі. Тәубе сүресі 108-ші аяттың жағасы. Аятта Алла Тағала былай деп бұйырады: онда тап-таза болуды сүйетін кісілер бар дейді. Алла Тағала да өте таза болушыларды жақсы көреді дейді. Яғни шатыр иман деген сөздің хадисінде де, яғни мұсылманның негізгі тазалығы, ол тек қана тәннің тазалығы емес екен, ол тәннің тазалығымен қатар, тек сумен ғана жуынуды ғана біз тазалық демейміз, яғни барлық ішкі дүниеден бастап, адамның ішкі жан дүниесінің тазалығынан бастап, бүкіл ең соңғы қалар берді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисіне келгендей, тіпті көшеде жатқан әлгі біреуге залал зиян тиетін, ол тас бола ма, бір шыбық талшық бола ма, оны жолдан алып тастау, бұл да исламдағы ең жаңағы қайырлы істер. Оның өзі дейді пайғамбарымыз садақа дейді. Яғни садақа деген сөз сенің біреуге жасаған бір жақсылығың деген сөз. Сенің біреуді бір қиындықтан, болмаса бір жағдайға душар болудан, болмаса апатқа, болмаса бір науқастыққа, болмаса бір зиян келетін қандай бір істердің барлығынан өзге жанды құтқарудан қосқан үлесіңіз деген сөз. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына адамдардың ең абзалы кім деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрегі таза, тілі шыншыл адам деді. Сонда сахабалары радиаллаху анхумдер: уа Расулаллах, тілі шыншыл адамды білеміз, бірақ жүрегі таза адамды қалай білуге болады деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол тақуа, күнә атаулыдан пәк, әрі жүрегінде өзге адамдарға деген зұлымдығы, кекшілдігі, яғни өшпенділігі, әрі қызғанышы болмаған адам деді. Жүрегі таза адам деп пайғамбарымыз осы бір жоғарыда айтылған сипаттарды айтып жеткізген еді. Имам ғұламалардың бірі мынандай бір керемет сөзі бар. Мәулана Румидің айтқан сөзі: адамның ойы ол оның сөзінің дұрыс болуына барады. Ал сөзінің дұрыс болуы оның іс-әрекетіне алып барады. Ал оның іс-әрекеті адамның тағдырына айланады дейді. Енді сіздің әрбір ойыңыз, жүректен өткен әрбір пайымыңыз, ниетіңіз, мақсатыңыз, арманыңыздың барлығы ол жай нәрсе емес. Адам нені мақсат етті, нені арман қылды, ол түбегейлі сіздің сөзіңіздің де, айтар ойыңыздың да, адам баласы түпкілікті оның ойында не бар екендігін оның сөзінен аңғаруға болады. Адам нені түсініпті, нені айтысы келіп тұрғандығы, оның жүрегінде не бар екендігін білуге болады. Ал енді адам нені айтып жатса, ол түбегейлі адам баласы сол нәрсеге түбі қамданып, соны іске асырады деген сөз. Күнә болса, ол күнәға барады деген сөз. Сауапты іс болса, құлшылық болса, ізгілік болса, адам өзінің жан дүниесін тазарту болса, түбі ол өзінің жан дүниесін тазартып Аллаға жақын болады деген сөз. Сол үшін де адамның ойы түпкілікті оның тағдырына әкеліп соғады деген. Яғни ойыңыз, сөзіңіз, ісіңіз болса, сіз өмірлік тағдырыңызға айланған құрметті жамағат. Тіпті жаңағы дастарханның басында отырған кездегі ыдыс-аяқтан бастап бүкіл сіздің отырған отырысыңыздан тазалық. Кейде балаларымыз айтып жатамыз ғой: сен тамақ ішсең де, ыдыс-аяғының, отырған жеріңнің, тіпті отырған столыңның асты таза болу керек. Оның барлығында үлкен мән мағына бар. Сен тамақ ішіп отырсың, бірақ аяқ астында нанның ұсағы жатса, тамақтың бір бөлігі жатса, ол да бір неге келіп соғады? Яғни шүкірсіздікке,
күпірлікке түбі адамды алып келетін үлкен қасірет нәрселер. Мұның барлығы адам баласының сол Аллахың берген нығметтерінің қадіріне жетпеуінің салдарынан туындайтын нәрсе. Ал тазалық адам өзінің айналасымен тазалап отырса, тіпті кезінде біздің жаңағы үлкендеріміз нанның ұсағын жесең, осындай болады, бұндай болады, сүйекті жақсылап тазалап жүрсең, келіншегің сұлу болады, мысалы нанның ұсағын жесең ертең бай боласың деген сияқты сондай бір келме тәрбиелердің үлкендеріміздің айтуыменен балалар сол нәрсеге бейімделіп соған қатты құлшыныс білдіреді. Қазір балаларға айтсам қойшы дейді ғой. Сол үшін оның бәрі неден келіп туады? Яғни адам баласы сол күнделікті өзінің жеп отырған тамағының өзінде сіз үлкен мәдениеттің тазалыққа мән беріп, жеген ішкен нәрсеңіздің өзі ол адал, халал нәрсе, ол өз алдына үлкен тақырып. Бірақ отырған жеріміздің өзі де таза болуы үшін өте маңызды, құрметті жандар. Яғни естеріңізде болсын, арасында адам денесінде бір кесек ет бар. Егер ол дұрыс болса, адамның бүкіл денесі дұрыс болады. Ал егер ол бұзылса, бүкіл денесі бұзылады. Қойыңдар, ол жүрек деген. Бұл хадистің өзі де біздер үшін шынымен жүректің қаншалықты таза болуы маңызды екендігін біздер үшін көрсетеді. Абай атамыздың сөзінде де құдайшылық сонда қалпыңды таза ұста, жүрегіңді таза ұста, Құдай Тағала қалпыңа әрдайым қарайды дейді. Яғни сен қандай бір іс-әрекетке бармадың, сенің ойың, ниетіңнің дұрыстығы аса маңызды дейді. Өйткені барлық іс-әрекет бұл жүректен тарайды, жүректен нәр алады. Барлық әрекеттің дұрыс болуы, сауапты болуы, оның кінәлі болуы да біздің жүрегіміздегі ниетімізге бағалы, құрметті жамағат. Сол үшін Алла Тағала, Құдай Тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, Абай атамыздың сөзінде де осы бір нәрсені біздерге жеткізген болу керек. Мен сендерге сарымсақ жеп келуді, және пияз жеп келуді, және неге пайғамбарымыз жуаның түрлерін жеп келуді, мешке келгенде жеп келуден тыйым саламын деді. Неге дегенде, ол ортаңа, басқа жамағатқа, өзгелерге бір жағымсыз жағдай туғызғандықтан, мен сендерге сол мешітке барарда сол нәрселерді жеуден тыйым салдым деді. Яғни пайғамбарымыздың бұл хадисіне нені түсіндіреді? Яғни бұл мұсылмандық тазалық болса, сен тазалықты тек қана өзің үшін ғана емес, өзгелер үшін де сол тазалықтың нышанын көрсетуің керексің деген сөз.